Қайырлы күн құрметті әріптестер, қайырлы күн құрметті студенттер, аса қадірлі қонақтар. Бүгін бізде Алаш апталығының кезекті күні. Тарих факультеті жыл сайын дәстүрлі түрде Алаш апталығын өткізіп келе жатыр. Алаш апталығының басты мақсаты 20 ғасырдың басында өмір сүрген қазақ зиялыларының Әлихан Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов және басқа да жүздеген қазақ зиялыларының ғылыми мұрасын, шығармашылығын, ең бастысы ол кісілердің асыл армандарын осы бүгінгі күнге жеткізу, ол кісілердің идеяларын осы бүгінгі күнде насихаттау. Осындай мақсатта біз Алаш апталығын өткізіп келе жатырмыз. Биылғы жылы Қарағанды қаласының әкімдігінің қолдауымен Қарағанды қаласында 14 қарашадан 14 желтоқсанға дейін аралығында Алаш айлығы жобасы жүзеге асырылып жатыр. Біздің тарих факультетінде де осы Алаш айлығы жобасының негізінде Алаш апталығы лекциялар циклы жүргізіліп жатыр. Бұл лекциялар циклын ғалым зерттеуші Алмасбек Әбсадық ағамыз бастаған болатын. Біз әртүрлі саладағы ғалымдарды, зерттеушілерді, журналистерді осы Алаш апталығына шақырып, қонақтық лекцияларға мүмкіндік беріп жатырмыз. Алдында бізге Ұшқын Сейдірахман, Ықылас Ожай, Алмас Сырғабай тәрізді белгілі танымал алаштанушылар келген болатын. Бүгінгі күні бізге Қайырбек Кемеңгер ағамыз келіп отыр. Бұл кісі де Алаш тақырыбынан көптен бері іргелі зерттеулер жүргізіп жүрген танымал зерттеуші ғалым ағамыз. Бұл кісінің тақырыбы Алаш ренессансы. Евразия ұлттық университетінің кафедра меңгерушісі, ғылым докторы, профессор Қайырбек ағаны қошеметтеп ортаға шақырайық, бір қол соғып қойыңыздар. Қайырбек ағаны сөз кезегін сізге бергіміз келіп тұр. Бүгінгі лекция кезегі сізде. Ассалаумағалейкум, арқа елі, Қарағанды топырағы, қасиетті топырақ, Алаштың ұлылары, ірілері өмірге келген Қарағанды жерінде Алаш айлығы өтіп жатыр деп естідік, әлеуметтік желіден көрдік, тәнті болдық, риза болдық. Бізді арнайы шақырғаннан кейін бүгін міне келіп қалдық. Осыған дейін бірнеше дәрістер өткізілді. Абай мен Алаштың сабақтастығы, Алаштың баспасөзі, басқа да тақырыптарда әріптестеріміз дәріс оқыған екен. Мен бүгін қарап отырмын, әскери саланың мамандары, болашақ біздің енді ел қорғайтын азаматтар жиналған екен. Мүмкіндігімізше осы Алаштың әскеріне де қатысты ақпаратпен бөлісеміз. Дайындап алып келген дәрісіміз Алаш ренессансы деп аталады. Енді бірден дәрісімізге ойыссақ, ренессанс деген сөзді біз тегіннен тегін қойып отырған жоқпыз. Себебі бұл сөзді Алаш қайраткерлерінің өздері қолданған. Шын мәнінде Алаш тұлғалары, пассионар тұлғалар қазақ топырағында үлкен бір жаңалық әкелген ренессанс тұлғалары. Міне осыны біз қазір санамызға сіңіруіміз керек. Қай салада болмасын, біз Алаш қайраткерлерін осы ренессанс тұлғалар деп қабылдауға тиістіміз. Оның бір жарқын бір айғағы дәрісіміздің кіріспесі ретінде Мағжан Жұмабайұлының 21 жылы жазылған мақаласында міне 17, 18, 19 жылдардағы қазақ мектебіне баға бергенде Мағжан Жұмабай Европа мектебіне ояну ренессанс дәуірінің істеген қызметін істемек еді дейді. Қазақ мектебі ренессанс дәуіріндегі үлгіні Алаш қайраткерлері өздері істегісі келді. Ояну дәуіріндегі мектепте, ояну дәуірінің мектебі қалай қалыптасу керек, ояну дәуірінің оқу құралдары қалай жазылу керек, ояну дәуірінің, осы ренессанс дәуірінің мұғалімі, мектептің жаны мұғалім болса, қалай қызмет ету керек. Міне, сол замандағы Еуропадағы Рабле, Монендерді, Каменскийлерді мысалға келтіреді де, өзіміздің ішімізден де осындай тұлғалар шықты деп 21 жылғы мақаласының өзінде 100 жыл бұрын осы ренессанс сөзін Мағжан Жұмабайұлы қолданады. Ал енді Алаш бізге не берді? Бұл көрнекілікті мен әлеуметтік желіге осыдан бір 5-6 жыл бұрын Алаштың 100 жылдығында дайындап салған едім. Ең алдымен қазақты ұлт ретінде біріктірді деп айтамыз. Бұл не деген сөз?
Алаш дәуіріне дейін 19 ғасырдың соңына дейін қазақ рулық тайпалық қоғамда өмір сүрді, көшіп қонып өмір сүрді. Ол заманда солай көшіп қонып жүру салты өзін өзі ақтады. О заманда әрқайсымыз енді у ішсең руыңмен дейді. Біздің әрқайсымыздың енді атамыз бар, руымыз бар, тайпамыз бар. Біздің амандығымыз үшін, кепілдігіміз үшін сол ру басы, ақсақалы, батыры жауап береді. Мысалы Батыр Баян поэмасындағы Ноянның жасаған тентектік үшін Баян батыр інісінің өзін қазақтың намысы үшін құрбан еткендігін поэмадан білесіздер, иә? Ол рулық тайпалық қоғам енді 20 ғасырдың басына келгенде ондай қоғамда өмір сүру мүмкін емес. Қазақты ұлт ретінде ұйыстырды, біріктірді, отаршылдық арбаудағы елді оятты дейміз. Шында да солай. Ояну мотиві алғашқы жазылған сол алаш дәуіріндегі өлеңдерден, көркем шығармалардан, мақалалардан, танымдық еңбектерден, зерттеулерден, қоғамдық саяси қызметтен, қай саладан болмасын осы оянудың жарқын үлгісін байқаймыз. Ояну Ресейдің боданындағы отарланған аймақтар, оның ішінде Орта Азиядағы түркілер, Еділ татар бойындағы түркілер, Кавказдағы түркілер, бұл аймақтардың барлығы бірінен кейін бірі ояна бастады. Бұл енді табиғи жағдай еді. Ресейдің боданында болғанымыз бұл енді тағдырымыз, ал енді ояну ол да табиғи жағдай. Ұлттық баспасөздің туғаны, бұл да алашқа тиесілі жеміс, алаштың нәтижесі. Ол жөнінде мен кеше әлеуметтік желіден көрдім. Ұшқын бауырымыз өте бір тамаша дәріс оқыды. Қазақтың алғашқы газеттері Түркістан уалаяты мен Дала уалаятының газеті патша заманында 1870-1888 жылдары шыға бастаса, ол газеттің бірі Ташкентте, бірі Омбыда жарық көрді. Бірақ ол біздің ұлттық баспасөзіміздің басы емес. Ал енді ұлттық баспасөздің басында тұрған алғашқы газет бұл Серке. 1906 жылы Петербург қаласында татардың Ульфат газетіне қосымша ретінде Серке газеті шыға бастады. Алаш қайраткерлері Шаймерден Қосшығұлұлы, мемлекеттік дума депутаты. Шаймерден Қосшығұлұлы газеттің атын Серке деп қойғанда үлкен мән бар. Адасқан қойды боранда Серке бастаса, қазақтың баласын, қазақтың оқығандары бастасын деп газеттің атын Серке деп тегінен тегін қойған жоқ. Серкеде Міржақыптың жазған мақаласы бар, 21 жаста Міржақып. Біздің мақсатымыз дейді. Қазақтың ешқандай правасының жоқтығы ызамен кек тудырады. Қазақтың даласын генерал-губернаторларға бөліп берді. Қазақтың ішінен жиналатын қаржы қаражат қазаққа қажетсіз дүниеге жұмсалады. Қазақтың даласына қара шекпенділерді не үшін қоныстандырады? Әлде Россияда жер аз ба дейді. Міржақып бабамыздың Серке газетінде шыққан мақаласы кейін өлеңі Серке газетінің жабылуына әсер етті, себеп болды. Нұрсахан апай, сәлеметсіз бе? Аман есенсіздер ме? Қалдарыңыз жақсы ма? Жаңа сападағы Абайдан кейінгі кезеңде жаңа сападағы ұлттық жазба әдебиетті қалыптастырған және де алаш қайраткерлері, өздеріңіз білесіздер, Абайдың дүниеден өткеннен кейін жарық көрген 9 жылы Міржақыптың Оян қазағы, Ахаңның, Ахмет Байтұрсынұлының Маса өлеңдер жинағы, басқа да осы алаш қайраткерлерінің көркем шығармалары ұлтты ұйыстырды, ұлтты оятты, жаңа сападағы жазба әдебиетті қалыптастырды. Әдебиеттің қандай сипатта дамығандығы туралы мен қазір енді жеке айтамын. Бұл жерде енді тұңғыш романның жазылғаны, ұлттық театрдың өмірге келгені, ұлттық ғылымның жасалғаны деген игіліктің барлығында біз алашқа тиесілі игілік деп айтуға тиістіміз. Соның ішінде мына мемлекеттік құқықтық атрибуттарын да қалыптастырып кетті алаш қайраткерлері. Мемлекеттік құқықтық атрибуттар дегеніміз не? Яғни мемлекет болу үшін мемлекеттің жері болу керек, мемлекеттің елтаңбасы болу керек, мемлекеттің ұраны болу керек, мемлекеттің әскері болу керек, мемлекеттің соты болу керек. Міне осындай мемлекеттік құқықтық атрибуттарды алаш қайраткерлері қалың қазақ қауымына, қалың қазақ қауымының санасына сіңіріп кетті. Ел бола аласың деген идеяны сіңіріп кетті алаш қайраткерлері. Осы жағынан да біз алашты ерекше құрмет етеміз. Қазақтан шыққан тұңғыш депутаттар, бұл да алаш қайраткерлері, Әлихан Бөкейхан бастаған, Бірімжановтар бастаған, Бақытжан Қаратаевтар бастаған депутаттар Қазақтан 1906 жылдан бері бірінші, екінші шақырылымға депутат болды. Алғашқы ұлттық оқулықтардың жазылуы,
Абырайдан кейінгі кезеңде ұлттық оқулықтардың барлығын алаш қайраткерлері жазды. Ол туралы қазір кеңірек тоқталамыз. Тұңғыш жоғарғы оқу орнының ашылуы. Бұл да алаштың арманы еді. 1921 жылдан бастап Ахмет Байтұрсынұлы халық ағарту комиссары болған кезде Орынбордан университет ашамын деген идеяны қолға алған. Әлихан Бөкейханның Қараөткел қазақтың астанасы болса, осы жерде университет салынса, әлем қазақты таныр еді деген арманы қарт Потанин айтушы еді деген Потаниннің мысалы келтірген сөзін Әлиханның еңбектерінен оқимыз. Кейін 26 жылы Ташкент шаһарында алаш қайраткері Смағұл Садуақасұлы бастап алғашқы біздің жоғарғы оқу орнымыз ашылды. Ол 28 жылы Алматыға ауыстырылды. Тұңғыш ұлттық саяси партияның өмірге келуі, бұл да алаштың жемісі. Ұлт кеңесі Алашорда үкіметінің құрылғаны да Алашорданың нәтижесі. Және қазақ жерінің біртұтастығын сақтау, бұл дегеніміз 17 жылғы күрес, 18-20 жылғы күрес, қазақ АССР-ның құрылуы, кейінгі еңбектің барлығы қазақ жерінің біртұтастығы үшін күрес. Міне бұл тізімді одан да көп ары қарай жалғастыра беруге болады, бірақ қадау мәселелерге келгенде алаш бізге не берді, алаш бізге не үшін құнды деген дүниеге келгенде осы дүниелерді айтамыз. Ал енді құрметті дәріс тыңдаушы қауым, бұл суретті біз Әлихан Бөкейханның 150 жылдығында осыдан бір 5-6 жыл бұрын әлеуметтік желіге салған едік. Қазір көп жерде осы сурет қаралып жүр. Бұл суретті салғандағы мақсатымыз, альхамдулилла 6 миллион алашпыз деген алаштан қалған сөз бар, сол заманда қалың қазақ елінің түкпір-түкпірінен елдің пікірін айтатын, елдің сөзін сөйлейтін 6 облыс, 7 облыс қазақтың ішінен 82 делегат 2-ші жалпы қазақ қырғыз съезіне тура осы күндері 5-13 желтоқсан аралығында Орынбор шаһарында 2-ші жалпы қазақ қырғыз съез өтті. Бұл тарихи съез еді. 2-ші жалпы қазақ қырғыз съезіне 82 делегат шақырылды. 82 делегаттың 81-і қатысты, бір адаммен жолда қайтыс болды. 81 делегаттың ішінен 15 адам үкімет мүшелері болып сайланды. Сол үкімет мүшелеріне сайланған баламалы түрде төрағалыққа 3 адам түседі. 3 адам. Әлихан Бөкейхан, Айдархан Тұрлыбайұлы, Бақтыгерей Құлманұлы. 3 адамның ішінде 40 дауыс алып, көпшіліктің дауысымен Әлихан Бөкейхан ұлт кеңесі Алашорда үкіметінің төрағасы болып сайланады. Демократиялық жолмен Алашорда үкіметі міне осылай жасақталады. Бұл дегеніміз, сол заманда 17-ші жылы халықтың ең беделді тұлғалары, халықтың сөзін сөйлейтін, біздің 20-шы ғасырдағы бірінші үкіметіміз, бірінші правительствомыз. Менің бірінші үкіметім жаңағы Терещенконың үкіметі, басқан үкіметі деген сөздер айтылады ғой. Бұл енді 91 жылдан кейін үкіметті айтсақ, бұл қателесеміз. Ең бірінші үкіметіміз 20-шы ғасырдағы Алашорда үкіметі. Бұл жерде 15 тұлғаның 14-і жоғары білімді. 14 жоғары білімді. Жалғыз ғана Отыншақ Жанұлы омбы мұғалімдер семинариясын бітірді. Алашорда әскерін басқарған. 18 жылы Мәқаншыда Үржарда қызылдармен соғысып қаза тапқан отыншы алаштың тұңғыш құрбандарының бірі. Жансүйікті жездем отыншы деп Қошке Кемеңгерұлы жазған қазанамасы бар. Міржақыптың қайран отыншы, сендей ұл туған ел ешкімнен кем болмас дейді. Міржақыптың жазған қазанамасы бар. Сарыарқа газетінде қазақта шықты. 8 адам заңгер саласын бітірген. Бұл жерде Санкт-Петербург университетін, Мәскеу университетін, Әлімхан Ермекұлы Томск университетінің студенті бітірмеген кезі. Жақып Ақбайлар, Айдархан Тұрлыбайлар, өздеріңізден білесіздер, Санкт-Петербург императорлық университетінің түлектері. Халел Досмұхамедұлы әскери медицина академиясының түлегі. Халел Ғаббасұлы физика маманы. Жетісудан сайланған Садақ Аманжолы, Валидхан Талаш отыншылар батыстан, оңтүстіктен, солтүстіктен, шығыстан, қазақтың түкпір-түкпірінен 15 тұлға бірінші үкіметімізді жасақтады. Бұл қайраткерлердің арманы автономиялы ел болып кетуді тіледі. Сол 17 жылы Ресей империясының құрамындағы Польша аймағы, Финляндия аймағы, Балтық жағалауындағы Литва, Эстония, Латыш мемлекеттері, олар тәуелсіздігін жариялап үлгерді. Империя ыдырағанда, патша тақтан құлаған кезеңде алаш қайраткерлері де соны тіледі. Енді
Алаш жолы бізге не берді дегенде, біріншіден алаш дегеніміз бұл қазақтың төл томырағында шыққан тұжырымдама. Алашты бізге ешкім сырттан телеген жоқ. Жапоннан, Қытайдан, Орыстан, Европадан келген дүние емес бұл. Қазақтың өзінің төл топырағынан шыққан құндылық алаш дегеніміз. Мен жаңа декандарыңызбен Жәкеңмен жаңа әңгімелесіп жатырмыз. Отыншы Жанұлының 1897 жылы Алаша хан һәм оның баласы Жошы хан турасында ел аузында сақталған аңыз әңгімелер деген материалы үш аңыз Дала уалаяты газетінде 1897 жылы шыққан. Міне сол заманнан бастап Әлихан бастаған алаш қайраткерлері омбыға шоғырланған. Болашақ ұлт азаттық қозғалысқа осы алаш атауын бергенде де үлкен бір саяси мән бар. Өздеріңіз елестетіп көріңіздерші, егер де партияның атауы сол заманда еркіндік, бостандық, азаттық, теңдік, болмаса жақсылық, игілік деген секілді бір атау болса, партия қалың қазақ ішінде қанша миллион қазақ баласының ішінде сондай кеңістікте, сондай мазмұнда, сондай тереңдікте қолдау таппас еді. Неге алашты барлығы қолдап отыр? Себебі алаш деген сөздің астарында ментальдық, символдық мән өте тереңде жатыр. Алаш дегеніміз біздің ұран сөзіміз. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын, болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын дейді Міржақып бабамыз. Не көрсем де алаш үшін көргенім, маған атақ, ұлтым үшін өлгенім. Мен өлсем де алаш өлмес көрге істей берсін қолдарынан келген дейді. Мағжан. Алаш ұлт деген сөзбен қатар қолданылады. Алаш қазақ деген сөзбен қатар қолданылады. Алаш дегенде қазақтың жаңағы айтып отырған рулары, тайпалары ғана емес, Сібірдегі көшпелі біздің хақастарға дейін, алтайларға дейін, мына жақтағы қарақалпаққа дейін, қырғызға дейін барлығы атқа қонған. Ол туралы алаш қайраткерлерінің өздерінің жазған бірнеше мақалалары бар. Әлихан бастап, Міржақыптың да, Мұхамеджан Тынышпайұлының да, Шәкәрімнің де Қазақ газетінде осы алаш не сөз? Елшілдік, демократиялық ашықтық, ұлттық идея болуға лайық рухани құндылық, азаматтық патриоттық рухты асқақтататын құнды қазына, мемлекеттілікті күшейтетін асыл мұра деп, енді бұны да көбейте беруге болады. Алаш жолы біз үшін бүгінгі таңда алашты біз бір музей экспонаты ретінде тамашаламаймыз. Бұны біз бүгінгімен сабақтастырамыз, бүгінгімен байланыстырамыз. Ол туралы тереңірек сөйлесек айтсақ, алдымен бірінші жалпы қазақ съезі 17 жылы 21 шілдеде Орынбор қаласында аяқталады. Съез төрағасы Халел Досмұхамедұлы, Алаш бағдарламасы Қазақ газетінде жарияланды. Алаш бағдарламасы міне 10 пункттен тұрады. Ол жерде жаңа байқап отырсаңыздар, мемлекеттің қалпы, жергілікті бостандық, сайлау мәселесі, құқық мәселесі, дін мәселесі, билік, сот мәселесі, ел қорғау, жұмысшылар, ғылым, білім және жер мәселесі деген мәселелер Алаш партиясының бағдарламасында айтылады. Бұл 17 жылы Қазақ газетінде айтылған дүние. Енді Алаштың символы, Қазақ газетінің символы туралы да қазір енді көп айтылып жатыр. Мына жерде көріп отырсыздар, қазақтың киіз үйі түндігі батысқа қарап ашылған. Бұл жерде оқу, білім, ағартушылық, идея, ғибрат, тәлімді жол бізге батыстан болсын деген аңсарды, тілекті алаш қайраткерлері өздерінің осындай символымен көрсетіп отыр. Келесі Алашорда оқу комиссиясы құрылды. Алашорда оқу комиссиясының төрағасы Ахмет Байтұрсынұлы, құрамында Биахмет Сәрсенұлы, Елдес Омарұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Телжан Шонанұлы. Байқасаңыздар, Алашорда оқу комиссиясы 17 жылы жасақтала бастайды, 18 жылы жұмысын бастайды. Бірақ заман, аумалы төкпелі заманда билікке большевиктер келгеннен кейін комиссия өз жұмысын жасап кете алмайды. Жоспарын құрады, оқулық жасау, жаңа сапада мектеп құру, мұғалімнің жұмысын барлығын жолға қою. Бұның барлығы кейін Қазақ ССР құрылғанда жалғасады. Себебі Қазақ ССР кезінде оқу ағарту комиссариятының осы тұлғалар ары қарай жалғастырады. Алаштың сабақтастығы қазақ кезеңінде жалғасады. Енді мен өзім әдебиетші болғаннан кейін, филолог, бір ауыз сөз, алаш әдебиетінің ерекшелігі неде? Соған да тоқталғым келіп отыр. Себебі әдебиет о заманда бүгінгі таңдағыдай емес, үлкен бір қоғамдық
беделі әдебиеттің өте зор болды. Ең алдымен елді тапқа бөлмеді әдебиет. Бай кедей деп қарамады алаш әдебиеті. Біртұтас қазақ қауымын, қазақ елін біртұтас қауым ретінде қабылдады. Мағжанның шығармалары, Міржақыптың шығармалары, Ахаңның шығармалары, Жүсіпбектің күрескерлік сипатта, ұлтшылдық мазмұнда, діни милләтшілдік бағытта, ағартушылық идеяда, демократиялық көзқараста, ескіні ғибрат тұтқан пайымда. Алаш әдебиеті ескіні ғибрат тұтты дегенде тарихқа тамырды терең жіберді алаш әдебиеті. Тарихтағы тұлғаларды, тарихтағы уақиғаларды барлығын көркем әдебиеттің бетіне қалқытып алып шықты. Сөйтіп халықтың тарихи санасын оятты. Мағжан не дейді мысалы? Жер жүзіне ер атағым жайылған, жан емеспін оттан судан тайынған, қайраты бол қанды бала қыранмын, кез болған жоқ оттан судан тайынған, еркін ырғып шыққан асқар Алтайға, қырда тұрып садақ тартқан Қытайға дейді. Еркін ырғып шыққан асқар Алтайға, қырда тұрып садақ тартқан Қытайға дегенде нені айтып отыр ол? Қай заманда айтып отыр? Өзінің дәуірі ме? 19 ғасыр ма? Хандық кезең бе? Алтын Орда дәуірі ме? Түркі дәуірі ме? Байқасаңыздар, Мағжан осы бір шумақ өлеңінде ғұн сақ кезеңіне кетіп қалып отыр. Ғұн дәуіріне тамыр жіберіп отыр. Міне сол бабалардың біз мұрагері емеспіз бе, сол алтын дәуірді бастан кешкен ұрпақ емеспіз бе деп Мағжанның шығармаларында әсіресе мынау тарихи тұлғалардың галереясы. Мағжан мысалы Абылай ханға бір поэма, Абылайдың ұрпағы Кенесарыға бір поэма, Кенесарының ұрпағы Сыздық Сұлтанға бір поэма. Бір әулеттен шыққан 3 тарихи тұлғаға жеке-жеке поэма арнап кеткен көрнекті тұлға. Мағжанның шығармаларында енді жәдитшілдік негізде дегеніміз, жәдитшілдік, жаңашылдық. Бұның бастауында Исмаил Гаспралы тұр, Қырым татары, оның шығарған газеті Тәржіман. Бұл енді Гаспралы өмірден өткенде алаш қайраткерлерінің, Әлиханның, Міржақыптың жазған қазанама мақалалары бар. Өздеріңіз білесіздер, 20 ғасырдың басында қадымша оқу және жәдитші оқу деген екі түрлі оқу болды. Жәдитші оқудың ерекшелігі бұл жерде дүнияви пәндер оқытылды, бұл жерде орыс тілі оқытылды, шет тілдеріне мүмкіндік берілді. Жаңаша оқудың барлығын алаш әдебиеті де мақұлдады. Түркілік бірлік ұстанымында, шында да солай. Түркілік бірлікті алаш әдебиеті мақұлдады. Тұранда түрік ойнаған ұқсап отқа, түріктен басқот болып жан туып па, ен шалып күллі түрік тарасқанда қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па дейді. Түріктің алтын бесігі Тұранның қара шаңырағында отырған қазақ деген сананы Мағжан өзінің шығармаларында айтып отыр. Үлкен бір жауапкершілікті көркем шығармасымен елшілдік рух дегеніміз түсінікті жағдай, ел болу идеясын алаш әдебиеті көтерді. Ал енді мен бір ауыз бірліктің мүшелеріне тоқталғым келіп отыр. Жаңа бірінші толқын алаш қайраткерлерін жаңа көрдіңіздер 15 тұлғаны, одан да олардың 15 орынбасары болған, олардың да есімдері белгілі тарихтан. Бұл жерде енді барлығы емес, мен біразын ғана ұсынып отырмын. Омбы қаласында Омбы жалпы мынау Ақмола облысының орталығы, далалық өлкенің орталығы, ілгері ғасырда Шоқан оқыған, Абайдың балалары оқыған, бертінгі дәуірде Әлихандар оқыған, Жақып Ақбайлар қызмет еткен Омбы далалық өлкенің орталығы, қазақ даласын отарлау үшін салынған қала. Бірақ сол Омбы алаштың біраз қайраткерлеріне түлеп шығуына себеп болған жер, білесіздер, Бірлік деген ұйым, қазақтың тұңғыш жастар ұйымы 1913 жылы Омбы қаласында құрылды. Бірліктің төрағасы міне Жанайдар Садуақасұлы, міне осы Қараған топырағынан шыққан қайраткер, сәкендер, осы бірлікке белді мүше болған Мағжандар, Қошкелер, Нығмет Нұрмағұлы, Мұхтар Саматұлы, Смағұл Садуақасұлы, Ғаббас Тоғжанұлы, көріп отырсыздар, бұл қайраткерлердің барлығы бірліктен шыққан. Дінше Әділұлы, Асфандияр Шорманұлы, Бірмұхамед Айбасұлы, бірі кейін алаш платформасын жақтады, 17 жылдан кейін, 18 жылдан кейін. Біразы жаңа келген большевиктік идеологияны құптады, бірақ қай жолды құптаса да қазаққа ізгілік тіледі, қазаққа жақсылық тіледі, қазақтың болашақ жарқын болсын деп тіледі. Қай жолды таңдаса да кейін барлығы репрессияға ұшырайды. Бұдан да біз
тағылап аламыз, бұл жерде бөліп жармаймыз. Бірлік бұл мәдени ұйым болып құрылды, бірақ ол жерде саяси мәселелер де көтерілді. Бірліктің балапан деген журналы шығады. Мен енді қазір соған қысқаша тоқталғым келіп отыр. Қарағанды еліне келгеннен кейін 1916 жылы Қазақ газетінде атылып өлген қазақ жігіті деген мақала шығады. Мына Қарқаралының қазағы Сүлеймен Бижанұлы өзін өзі атып өлтірді омбыда. Жап-жас жігіт оқып жүр. Сөйтсе ол Сүлеймен Бижанұлының 100 сом ақшасы, біреудің жаңағы Митс дегеннің 100 сом ақшасы жоғалады да, сол 100 сом ақшаны Сүлеймен сен ұрладың деп бұдан көреді. Бұл айтады, мен ұрлаған жоқпын дейді. Қарқаралыдан жаңағы омбыға барып өзі оқуын бітірейін деп тұрған 16 жылғы жағдай, қиын кезең. Бұған айтқан сөзіне көнбейді, ақыр соңында бұны оқудан шығарып тастайды, пансионнан шығарып тастайды. Сөйтіп далада сандалып қалған Сүлеймен Бижанұлы біреудің мылтығын алып, намысқа шыдай алмай өзін өзі атып өлтіреді. Сол кезде міне жолдастары Мұхтар Саматов, Асфандияр Шорманов, Жүніс Бабатайұлы, Смағұл Қазбекұлы, Рахымбек Толысбаев, Смағұл Садуақасов, Қошке Кемеңгерұлы Қазақ газетінде атылып өлген қазақ жігіті деген қазанама мақала жазады. Алаштың қай азаматын жерге қиғандаймыз, сонда да неше жыл бейнет көріп оқып, көздеген мақсатына жетуге бір-ақ жыл қалғанда, жолдасымыздың уақытсыз арамыздан жоқ болу жүрегімізге жара салады. Бірақ амал жоқ, тағдырға кім қарсы тұрады дейді. Тура сол газетке Міржақып намыс құрбанына деген өлең жариялайды. 205 сан 2016 жылы. Сол жерде міне Сүлеймен Бижанұлына Міржақыптың жазған өлеңі: мен де жаңа білдім енді бір жігіттің сымбатын, білдіруге келгеніңді ар намыстың қымбатын дейді. Қазақ не дейді? Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дейді. Алаш жастары, алаш қайраткерлері арды жаннан биік қойған, намысты жаннан биік қойған. Міне соның бір мысалы осы Қарағанды Қарқаралы елінің азаматы Сүлеймен Бижанұлы намысқа шыдай алмай өзін өзі атып өлтіргені. Мына намыс құрбанына деген өлеңді кейін Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытұлы Абайдан соңғы ақындар деген атақты мақаласы бар. Сол мақаланың ішінде талдайды осы өлеңді. Намыс құрбанына деген өлең сол өлең. Бірақ ол жерде Сүлеймен туралы дерек айтылмайды. Омбының архивінде Сүлейменнің бүкіл делосы сақталған. 1892 жылы туған екен Сүлеймен. Осы Қарқаралыда туған екен. Бүкіл оқыған бағалары барлық омбының архивінде тұр. Сүлеймен Бижановтың мүмкін осы жерде туысқандары да бар шығар іздеп тауып алса. Енді алаштың арманы, алаштың қалдырып кеткен құндылығы бүгінгі күні жүзеге асып жатыр. Мысалы қараңыздаршы, болашақ бағдарламасы дейміз қазір, шетелде бала оқыту. Осының барлығын алаш армандаған екен. 18 жылы бірлік жастары омбыда тұңғыш жастар съезін өткізеді, алаш жастар съезін. Сол съездің қорытындысы бойынша шетелде бала оқытайық дейді. Міне сол айтылып отыр мына жерде. Жылына әр облыстан бір жігітті шет мемлекетте оқытып тұрса, биылғы жастар съезінің қаулысында айтылғандай, біз 20-30 құнарлы халықтың санына кірер едік дейді. 20-30 құнарлы халықтың санына кіру дегенді әлі күнге айтып келіп жатырмыз ғой, 30 мемлекеттің қатарына кіреміз деген әңгімені. Алаш қайраткерлері 18 жылы Жас азамат газетінде Мағжанның мен жастарға сенемін деген өлеңі білесіздер ғой, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты. Осы жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін дейді. Арды айтады Мағжан. Міне осы алаш арманы 30 ел қатарына қосылу, шетелде бала оқыту дегеннің барлығы бүгін жүзеге асып жатыр. Алаштың өміршеңдігін көрсетеді. Алаш тілегінің өміршеңдігі. Немесе жат жұрттан қызметкер жалдау. Мынау да өте бір құнды нәрсе. Кеше мынау Таразда болған бір келеңсіз жағдайды бәріңіз көрдіңіздер, шеттен келген, атын айтпай қойып, енді әлеуметтік желіде жазылды. Қазақтың намысына тиетін, қазақты жер қылған бір ар намысымызға тиетін сөз айтты. Өзі шетелдің азамат екен. Біздің жаңа кәсіпорнымыз, зауытымыздың иесі екен Таразда. Міне, солардың барлығын Әлихан Бөкейхандар алдын алу үшін жат жұрттан жалдаған қызметкері өзіңнен шыққандай болмайды. Ішіп кетеді, жеп кетеді. Жан ашып ынтасымен қызмет қылмайды. Іс басына мініп алып, қазақты көзге түрткі қылып, ұлықсып, кес-кестейді деп отырады дейді. Бұл 18 жылы қазаққа керек екі нәрсе деген, Семейде болған бір қиын жағдайға байланысты татарлардың қазаққа жан ашымай жасаған тірлігіне риза болмаған кезде жазған мақаласынан алынып отыр. Ахаңа келсек, Ахмет Байтұрсынұлы Ленинмен кездескендігін білесіздер.
киносы шықты, сол кинода да айтылады ол дерек. Ленинге жазған бірнеше хаты бар Ахмет Байтұрсынұлының. Ол хат ең алғаш осы Қарағанды елінің азаматы, мына Зарқын Тайшыбай ағамыз қазақ тіліне аударып, осы біле білсем осы жердің сайтында жарық көрді. Ең алғаш Ленинге жазған хаты қазақ тіліне аударылып. Сол кезде ахаң не дейді? Патша заманында дәл қазақтай езгі көрген бұратаны халықтар жоқ шығар дейді. Ендігі кезекте жаңа құрылып жатқан большевиктік үкімет қазақтың сенімінен шығу үшін алғашқы қадамды өздері жасасын, кеңес үкіметі жасасын дейді да, орыс пролетариаты үшін қазақты билеудің екі жолы бар дейді. Бір жолы бұрынғы патша үкіметінде отырған жаңағы қызметке енді кеңес үкіметінің шенеуніктері келіп отырып алып, бұрынғы генерал-губернатордың орнына жаңа диктаторлар отырып, бұрынғы үстемдікті жалғастыру, бұрынғы саясатты жалғастыру, немесе қазақтың еңбекші халқының сеніміне ие болу деген екі жолды ұсынады да. Ал енді екінші жолға келгенде Ахмет Байтұрсынұлы мына бір сөз өте бір керемет. Қараңыздаршы, мәселе мынада: қазақтар арасында халқы толық сенетін және жаза болып жаңылса да, яғни ар жағында ниеті таза, пиғылы таза, жаңылса да жеке бастың игілігі мен пайдасын көздеп, өз халқын ешқашанда саналы түрде сатып кетпейтін зиялылардың белгілі бір бөлігі бар дейді. Өз халқын ешқашанда сатып кетпейтін зиялылардың белгілі бөлігі, соларға қызметті бөлейік. Соларды жаңа құрылып жатқан үкіметті жасақтауға соларды тартайық дейді. Ахмет Байтұрсынұлының қойған шарты өзі де қадам жасайды, мойындағысы келмесе де большевиктер қатарына өтеді, коммунист партиясы қатарына өтеді. Соның Ленин амнистия жариялайды алаш қайраткерлеріне. Қазақ халық ағарту комиссары болып Ахмет Байтұрсынұлы жұмысқа кіріседі. Сол алаш қайраткерлерінің енді бір қатардың суреттері осы жерде алдарыңызда тұр. Оларға қазір тағы да енді жаңа 17 жылға дейінгі қызмет туралы айттым. Алаш оқулықтарына тоқталғым келіп отыр. Алаш оқулықтары дегенде 12-13 жылдардан бермен қарай жазылған, сол ахаңдардың кітаптарынан бастап, оқу құралдарынан бастап жазылған еңбектерді біз алдымен еске аламыз. Енді 19 ғасырда Ыбырай атамыздың жаңа қырғыз хрестоматиясы, қазақ хрестоматиясы, халық ағарту комиссары болғаннан кейін Ахмет Байтұрсынұлының бірден қолға алған мәселесі жаңа сапада оқулық жазу. Жаңа мазмұнда, ұлттық негізде елдік мүддені қорғайтын, қазақтың мінезіне, қазақтың тілегіне, ниетіне сай оқулық жазуды қолға алды. Әлихан Бөкейхан Ахмет Байтұрсынұлы бастаған топ 21-ші жылы қаулы қабылдайды. Қолына қалам ұстай алатын, оқулық жаза алатын азаматтарды жинап, ел астанасы Орынбор қаласында мәжіліс өткізеді. Оқулық жазуға кімдер тартылады? Міне сонда. Мынау енді сол кездегі баспасөзде бірнеше газетте шыққан тізім, Ақжол газетіндегі материал, арифметика, Мәннен Тұрғанбайұлы, тәржіма кітап, тілде отырған тәржіма, аударма, геометрия, Биахмет Сәрсенұлы, жаңа Алашорда оқу комиссиясының құрамына кірген Биахмет Сәрсенұлы, естествознание, Елдес Сомарұлы, Қошке Кемеңгерұлы, мойнына алады. Физика Ғалымжанұлы, география Әлихан Бөкейхан, қазақ-қырғыз тарихы Мағжан Жұмабайұлы, жалпы тарих Хайреддин Болғанбай, гигиена Жұмағали Тілеулин, алгебра Елдес Сомарұлы, педагогика Мағжан Жұмабайұлы, дидактика Жүсіпбек Аймауытұлы, хрестоматияны дайындауға Жүсіпбек Сәкен, қазақ тілінің ахуалы Ахмет Байтұрсынұлы, теория Мағжан Жұмабайұлы. Бұл оқу құралдарын жазып, тәржімалап, июньнің 1-іне дейін бітіру керек. Одан кейін келер оқу жылының басына шейін даяр болып тұрсын. Кітап жазушылар айына 2 рет жиналып, жұмыстардың мән-жайын баяндап отыру керек. Ахмет Байтұрсынұлы 21 жылы қаңтардағы министрдің қаулысы. Министр демекші, осы ғимаратта Нұрсахан апайымыздың шәкірті, қазақтың бір елшіл азаматы, Асхат Аймағамбетовтің оқыған ғимараты ғой, мен енді оғанда өте тәнті болып отырмын. Бұл Асхат бауырымызды өте бір сыйлайтын бір азамат.
2016 жылы осы жерде Асхат Аймағамбетов Әлихан Бөкейханның 150 жылдығын үлкен бір конференция деңгейінде өткізіп еді. Сол кезде куә болған едік. Сол бүгінгі енді Ахмет Байтұрсынұлы сол заманда министр болғандағы қолға алған бірінші мәселе ендігі кезекте біз халықтың санасына әсер етейік. Ендігі кезекте оқулықтарды қалыпқа келтірейік. Жаңа сапада оқулық, ағартушылық сипатта оқулықтар жазылсын деп Ахмет Байтұрсынұлы бұл оқулықтардың біразы жазылды. Оларға қазір енді қысқаша тоқталамыз. Соның ішінде міне Әлихан Бөкейхан Алаш көсемі, өзі ауыл шаруашылық саласының маманы, Санкт-Петербург ауыл шаруашылық институтын бітірген экономист, астрономия әліпбиін жазды, дүниенің құрылысын жазды, жердің қысқаша тарихын жазды. 26 жылы Әлихан Бөкейханның еңбектері. Жүсіпбек Аймауытұлы психология, тәрбиеге жетекші кітаптары Жүсіпбек Аймауытұлының, жазушы, романист, драматург. Сөйткен Жүсіпбек міне психология ғылымының негізін қалап кетті қазақ топырағында. Халел Досмұхамедұлы жануарлар әлемі, Ташкентте шыққан табиғат тану кітаптарының мұқаба беттері. Халел Досмұхамедұлы жаңа айтып отырмыз, Санкт-Петербург әскери медициналық академияның түлегі. Халелдің бұдан бөлек ауыз әдебиеті жайында жазған еңбектері бар. Мына Махамбеттің өлеңдерін жинап кетті. Халелдің түркітануға қатысты жазған сын зерттеу мақалалары бар. Халел ең алғаш қазақ топырағында Махмұд Қашқаридың Дивани лұғат аттыру еңбегіне қатысты жазған сын зерттеу кітабы бар. Бұл түркітануда құнды еңбектің бірі болып бағаланады. Міржақып бабамыз ақын, романист, қоғам қайраткері, журналист, көсем сөзші. Сөйткен Міржақып есеп құралын жазады, оқу құралын жазады, қирағат кітабын жазады. Міржақыптың кітаптарының мұқаба беттері көрнекілік ретінде. Мағжан, жаңа айтып жатырмыз, Мағжанның педагогикасына биыл 100 жыл. Тегінде әр ұстаз өзінің жаңағы жұмыс столында Мағжанның педагогикасын пайдалану керек деп ойлаймыз біз. Мағжанның педагогикасы өте бір шын мәнінде керемет кітап. Бұл жерде Мағжан тәрбиенің түрлеріне тоқталады. Соның ішінде тәрбие 4 түрлі дейді. Дене тәрбиесі, жан тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі, құлық тәрбиесі дейді. Адам бойында осы 4 тәрбие бірдей болса, біз ол адамды толыққанды тұлға ретінде қабылдаймыз, тәрбиеленіп шыққан деп түсінеміз дейді. Ал енді тәрбиесіз берілген білім қауіпті екендігін анау Әл-Фараби заманынан данышпандарымыздың барлығы айтып кеткен. Біз тәрбиелі болуымыз керек. Соның ішінде мына дене тәрбиесі ғана емес, құлық тәрбиесін айтады. Құлық тәрбие дегеніміз қандай тәрбие? Ізетті болу, құрметті болу, кішіпейіл болу, сұлулық тәрбиесі, эстетикалық тәрбие туралы. Бұның барлық педагогикада көрсетілген. Педагогикада Мағжан өзінің кіріспе сөзінде аз ғана жылда ояну дәуірімізге көз жүгіртсек, алты алаштың баласы бас қосса, төрдегі орын мұғалімдікі дейді. Солай болуға тиісті. Соңғы міне 3 жылда, 4 жылда әсіресе жаңағы енді артық мақтады деп ойламаңыздар. Бұл жерде менде жағымпаздану деген әңгіме емес. Мына дегенмен мына Асхат бауырымыз министр болғалы мектептегі мұғалімнің мәртебесі артты. Оған сіздер өздеріңіздер келісетін шығарсыздар. Мектептегі мұғалімнің әлеуметтік жағдайы түзеліп келе жатыр. Шынында да солай болуға тиісті. Мұғалім жағдайы жөнделсе, қоғам түзеледі. Қоғам себебі мектептегі мұғалімнің алдынан шығады кез келген саланың қызметкері. Оны енді президентімізден бастап үлкен қаражат бөлініп жатыр. Бұл салаға үлкен мән беріліп жатыр. Мұғалімнің жағдайы артуға тиісті. Қоғамның көші ілгері дамыған сайын мұғалімнің мәртебесі де биіктей береді. Мұғалімнің мәртебесі, мұғалімнің жағдайын Мағжан педагогикасында керемет жазған. Мұхтар Әуезовтің жердің жаратылысы жайындағы әңгімелері. Мұхтар да Алаштың қайраткері, Алаштан қалған, тірі қалған санаулы тұлғаның бірі Мұхтар болса, бірі Әлімхан Ермекұлы. Осы Қарағанды елінің тумасы Әлімхан атамыз. Абдолла Байтасұлы жануарлар туралы әңгімелерді жазған. Абдолла Байтасұлының да еңбектері әлі толық шықпай жатыр. Мына тарихи суретті сіздер енді көріп жүргенде шығарсыздар. Абдолла Байтасұлы Ахаң мен Мұхтардың артында тұрған Абдолла туған
туған жері Көкшетау өңірінің қазағы, Ташкентте оқыған. Абдулланың мына бір сөзі керемет сөз. 27-ші жылы Голощекин билікке келгеннен кейін қазақ мектептерін орыс тіліне көшіру мәселесін қолға алады. Мектептегі тілді орыс тіліне көшірейік. Себебі оқулық жетіспейді. Себебі орысша оқытатын болса халық сауаттанады. Орысша оқытатын болса қазақтың барлығы социализмге тезірек, коммунизмге тезірек жетеді деген желеумен мектептерімізді сол 27-ші жылдан бастап орыс тіліне көшіруді қолға ала бастаған ғой. Алаш қайраткерлері әлі шеттетілмеді, әлі қуғындалмады. Сол кезде жазған Абдулланың сөзі, мектеп тілін жайынан сөз қылғанда тым бірыңғай кету жарамайды. Әзіргі өмірмен керекпен санасу керек. Біздің мектеп тілі туралы алдымызда көздеген нысана арманымыз болу керек. Арманымыз түбінде мектеп тілі ұлт тілі болсын. Мектеп тілі ұлт тілі болсын дегеніміз. Ал ұлтта екі тіл бола ма? Болмайды. Ұлт тілі мен мектеп тілі бір болу керек деген нысананы комиссариатта, министрлікте сол кезден комиссариат қой. Бұл ұранды біз ертеден айтып келеміз. Сол ұранымыз әлі ұран, ұлт мектебі туралы үкіметтің ұраны да осы деп. Абдулла Байтасұлы осы қайраткерлік мінезі үшін 29-шы жылы алғашқылардың бірі болып қуғындалып Архангельскіде жер аударылады. Архангельскіге барғаннан кейін артынан Ахмет Байтұрсынұлы алғанда Ахаңа пана болған, Ахаңа қамқор болған. Ахаң жазған хаттарында бар, Абдулланың арқасында тірі қалдым, жаңағы күн көріп жатырмын деп. Сол Абдулла 40 жасында қайтыс болды, Бішкекте қайтыс болды. Елдес Омарұлы, Ахмет Байтұрсынұлының жан досы, сенімді серігі, Ахаңмен бірге 26 жылғы Бакуде өткен түркітанушылар съезіне қатысқан, тілші, лингвист, физикадан, геометриядан кітаптар жазған, орыс тілінің грамматикасын жазған. Елдес Омарұлының еңбектері қазір шығып жатыр. Телжан Шонанұлы, алаш қайраткерлерімен ниеттес болған, жақын болған, Телжанның бір керемет еді, Ахаңмен бірге жазған оқулықтары бар, 23-ші жылы жазған, 27-ші жылы жазған кітаптары бар. Ахаң Ахмет Байтұрсынұлымен 30-ші жылдары алаш қайраткерлері репрессияға ұшырағанда Телжандар 37-ге дейін кітап жазуға мүмкіндіктері болды. Екінші толқынмен 37-ші жылдары сәкендермен бірге ұсталып, бейімбеттермен бірге атылып кетті 38-ші жылы. Телжан Шонанұлының 5 томдығы шықты қазір. Қошке Кемеңгерұлы, Қошмұхаммед Кемеңгерұлы негізі әкесі аталардың шыққан жері міне Баянауыл іргедегі, өзінің туған жері мына Омбы өңірінде Қаржас ауылы. Бұл жерде оқу құралы, жаурапалықтар үшін оқу құралы 2 кітаптан тұрады. Қазақ тілінің грамматикасы, қазақша, орысша тілмәші, қазақ тарихы, қазақ тарихынан деген кітабы, мына жерде 24-ші жылы шыққан кітаптарын қойып отырмыз. Қошке Кемеңгерұлы алаш қайраткерлерінің екінші толқындағы ағартушы, қаламгер, драматург, журналист, бір қатар жаңа газеттерге редактор болған. Соның ішінде жас азамат ерекше айтамыз. Мағжанның жаңа өлеңдері шыққан Ақжол газетінде істеген, Ташкентте Әуезовтермен, Әлімхан Ермековтермен бірге сотталып, 30-ші жылдан 32-ші жылға дейін абақтыда отырып, 32-ші жылдан ары қарай жер аударылып, 37-ші жылы атылып кеткен алаштың қайраткері. Енді мына жерде мен Қошкенің сөздерін көп слайдтар бар, мен оны кейін сіздерге салып жіберермін. Бізге қазір алашты зерттегенде алаштың идеясын, ойын, мысалы, патшалық Ресейдің миссионерлік саясаты туралы айтады қазақ тарихынан кітабында. Не дейді? Миссионерлер школдары ашылды, бұрын нашар балалар сол школдарға алынды дейді. Қазақтың өзінен миссионер жасамақшы болды. Бертін келе христиан дінін идеал қылып ұстанған миссионерлер үкіметтің саяси құралы болды. Үкімет протаналарды орыстандыру жолына өте қызу кірісті. Еуропа соғысының алдында 12-ші жылы Святейший Синодтың мынадай пікірі болды. Бір қазақтың қасына 2 орыс қоныстанса, ортадағы қазақ кедейленеді. Кедейленген қазақты шоқындыру, орыс қылу оңай дейді. Міне осындай идеяларын патша заманындағы патша үкіметінің құйтұрқы саясатын қазақ тарихынан кітаптарында Қошкелер ашықтан ашық айтып кеткен. Бұл кітаптардың құнды жері тарихты тұлғалық принцип тұрғысынан таниды. Міне осы Қарағанды университетінде тұлғалық тану орталығын Нұрсахан апайымыз неше жылдан бері басқарып, тарихты тұлғалар арқылы таниды. Тұлғалар төңірегінде тарих жасалады деген ұстанымды
мына кітаптың ішінде Абылайды жеке қарастырады. Абылай заманындағы тарихи тұлғалар, оның бер жағында Кенесарының бер жағында Әлихан. Осылардың барлығын арасында енді Шоқанды да, Абылайды да, Абайды да бәрін айтып кетеді. Тұлғаларды, тарихтағы тұлғаларды қазақ тарихынан кітабында. Бұл 22-ші жыл жазылған, 100 жыл бұрын жазылған кітап, 24-ші жылы Мәскеуде шыққан. Бұл жерде енді мына бір сөз маған керемет ұнайды. Қарағандыдағы жастардың, міне Әділет бауырымыз тұр, осы жерде мен деканымыз бар. Ұлтына ұнамды үлгі пішу деген сөзді қараңыздаршы. Қай ел болса да шаруасы өркендемей, ғылымы, пән өнері марқаймай, терезесі тең ел болмайды. Шаруа байлығы жердің ішкі кенінде, сыртқы түгінде. Шаруаны гүлдендіретін кім? Шаруаны гүлдендіретін мәдени қызметкерлер. Біздер, мұғалімдер, ғалымдар, қоғамға қызмет етіп жүрген әскери саланың мамандар, сіздер барлығыңыз шаруаны гүлдендіресіздер, экономиканы жақсартасыздар, былайша айтқанда. Мәдени қызметкерлер басқа ұлттардың тұрмысымен таныс болса, өз ұлтына ұнамды үлгі пішпек дейді. Басқа ұлттардың жолымен, мәдениетті қалай гүлдендіру жолымен таныс болса, өз ұлтына ұнамды үлгі пішеді. Міне осыны Алаш қайраткерлері істеп кетті. Қазақтың жағына бастағаны, қазір міне көп жерде жағымпаздықты да біз көп айтамыз, осының барлығы осы кітаптардың ішінде тұр. Немесе мынау келімсектерді қазақ жеріне не үшін қоныстандырды? Осының ішінде үлкен бір шындық айтылады. Біріншіден ішкі Ресейдегі жер аз болды, Сібірге көшкен байларға мал бағатын орыстар керек болды, қазақты шоқындыру мақсатында болды, қазақпен қалмақты жаңағы келімсекпен қазақты жауластырып саясатына қаратпайық дегеннен болды дейді. Бұл да керемет сөз. Ана келімсектерді біздің солтүстік өңірге, орталыққа, осы батысқа барлық жерге қоныстандырғанда қазақпен келімсекті біріне бірін таластырып қойып, бұлар саясатпен араласпасын, өзімен өзі болсын деген мақсаттар да болды дейді. Және де 5-ші себепті қараңыздаршы, бәрінен де күшті пікір. Қазақты жауынгерліктен бездіріп, айдауына жүретін, ұрғанына көнетін халық құлы мақсатынан болды дейді. Бізді жуасыту керек болды. Келімсектерді не үшін біздің даламызға Столыпин заманында қоныстандырды? Ал енді мына Нұрсахан апай Жайық Бектұров атамызды көріп отырсыздар. Ол кісіні біз енді көрген жоқпыз. Мен мына жерде бір біздің отбасылық архивімізден Жайық атамыздың хаты табылды. Бұл хат осы таяуға дейін атамыз марқұм Қошке Кемеңгерұлының баласы Нарманбет 2009 жылы өмірден өтті. Ол кісі айтып жүретін, Жайық Бектұровтың хаты бар бір қағаздардың ішінде. Әкем таяуда тауып алды. Осы хатты мен бүгін сіздерге алып келдім. Мына хат Жайық Бектұров. Енді жақсы білесіздер, Жайық Бектұров үлкен жазушы, осы Қарағанды қаласында жазушылар ұйымын басқарған, филиалын басқарған, қуғын сүргін көрген, сол Қарағанды қаласының құрметті азаматы. Жайық Бектұров 86 жылы Қошке Кемеңгерұлының баласына Нарманбет атамызға хат жазған екен, Омбыға. Сізге бұл хатты сіз білмейтін адам жазып отыр. Сізді осы Омбы жақта деп Қарағандыда тұратын Баянның адамдары айтты. Менің фамилиям Бектұров, атым Жайық. Жасым 75-ке қарап отыр. Соңғы 30 жылдай уақыт бойы Қарағандыда тұрамын. Осындағы облыстық жазушылар ұйымын басқарамын деп басталатын хат. Мен бұл хатты әлі еш жерде жариялаған жоқпын. Бірінші рет көрсетіп отырмын. Бүгін Әділет бауырымның шақырған дәрісінде, бүгінгі дәрістің бұл да бір жаңалығы болсын деп, Жайық Бектұровтың Алаш қайраткерлері, Қошке Кемеңгерұлы әлі ақталған жоқ. Енді бұлай ресми ақталды 58 жылы Мағжандармен бірге. Бірақ 88-90 жылдардан ғана бастап Қошке жайында мақалалар шыға бастады. Жайық Бектұров 86 жылы құрметпен Жайық Бектұров, город Қарағанды, бульвар Мира 7, квартира 74, Бектұров Жайықу, 2 август 86 жылы. Бұл жерде сұрап отырғаны Қошкенің баласынан. Мен дейді қазақтың шыққан көрнекті тұлғалар туралы жинап жүрмін, материал жинап жүрмін. Қошкенің өмірбаянын жазып берсеңіз, Қошке Кемеңгерұлының суреті бар ма қолыңызда, соны жіберіңіз. Мен соның барлығын өзім жинастырып жатырмын деп, осы Қарағандыдан Омбыға хат жазған екен. Омбыда Шоқан Уәлихановқа, Сәкен Сейфуллинге, Нығмет Нұрмақовқа ескерткіш тақталардың қойылуына мен ықпал еттім дейді мынаның ішінде. Жайық Бектұров сол Нығметке, Сәкенге көше бердіге, соның барлығына араластым дейді.
Осы хатты міне өзінің қолтаңбасы. Мына жерде көріп отырғандарыңыз Қошке Кемеңгерұлының жұбайы Гүлсім әжеміз 88 жылы қайтыс болды. Баласы Нарманбет Қошкеұлы соларға жазған хаты ғой. Енді бұны мен енді бір егемен Қазақстанға ма бір жерге жариялаймын, соны бүгін бірінші рет тұсауын кесіп жатырмыз бұл хаттың. Және енді Алаштың ұрпағы туралы айтып жатырмыз ғой. Әскери саланың мамандары отыр екен мына жерде, болашақ ел қорғайтын азаматтар. Мәншүк Мәметованы білесіздер ғой, жастар. Яғни Мәншүк Мәметова 22 жылы туған, биыл Мәншүк Мәметованың 100 жылдығы. Мәншүк Мәметова Кеңес одағының батыры, Алаштың қызы. Әкесі Ахмет Мәметұлы Батыс Алашорданың көсемдерінің бірі болған. Міне суреті тұр. Ахмет Мәметұлы Мәншүктің анасы Батыс Алашорданың көсемдерінің бірі болған, ағартушы болған, ақын болған. Ахмет Мәметұлының есімі жаңағы Абайдан соңғы ақындар деген Жүсіпбек пен Мұхтардың мақаласында да айтылады, ақындығы туралы пікір білдіріледі. Міне қараңыздаршы, жасқанып болмағайсың алаң алаш, келгенше ұмытыла бер шамаң алаш, осы кез біле білсең өзің деріп, кеудеде болса азырақ санаң алаш. Тайсалма, анау патша, мынау төре, жүре бер жолбарысша артынан ере. Отанның бір баласы менмін десең далада тастай алмас, көзі көрсе дейді. Ахмет Мәметұлының өкіл қызы, бауырына басып тәрбиелеген Мәншүк Мәметова жасы толмаса да өз еркімен қан майданға сұранып кетеді. Я Мәметова Мәншүк родилась в 22 году в семье, жаңағы әке-шешем қайтыс болды дейді. Ешкім жоқ дейді, мен ел қорғаймын деп, комсомолдың мүшесімін деп, Мәскеу үшін шайқаста қаза табады. Білесіздер, ерлік көрсетіп. Сол кезде мына билік не істейді? Халық жауының қызы Мәншүк Мәметоваға герой атағын беруге бергісі келмейді. Себебі оның әкесі Ахмет Мәметов. Сол бермей жатқан кезде Мәлік Ғабдуллин, халық батыры, өзінің беделін салып, Мәлік Ғабдуллин, маған герой атағы қажет емес, Мәншүкке беріңдер деп, геройды Мәншүкке бергізген екен. Міне осы тарихты шындықты да біз айтуымыз керек. Алаш қайраткерлердің өздері ғана емес, олардың артында қалған ұрпағы да ерлік көрсетті, ұлтқа қызмет етті. Смағұл Садуақасовтың баласы Ескендір, Әлихан Бөкейханның жиені, немересі, ұрпағынан, қызынан туған. Смағұл Әлиханның қызы Елизавета Әлихан қызына үйленген ғой. Смағұлдың баласы 16 жасында қан майданға Мәскеу үшін шайқасқа кіріп қаза табады. Смағұлдан қалған тұяқ Ескендір Смағұлды Мәскеу үшін шайқаста қаза тапты. Әлиханның ұрпағы Хақасияда қайтыс болды. Енді немере шөберелері қазір Мәскеуде бар. Жалғастыра берсе, Алаштың өздері ғана емес, ұрпағы да ұлтқа қызмет еткендігіне бір айғақ мысалды көрсеткім келіп отыр. Және де менен дәрісім 5 минут қалды. Мына бір көрнекілікті де мен бүгін арнайы дайындап алып келдім. Назар аударсаңыздар, 5 минут уақыт қалды. Заки Валиги тоған башқұрт ұлт-азаттық қозғалыстың көсемі Стамбулда 80 жасында қайтыс болды. Ғаяз Исхаки, еділ татарлар ұлт-азаттық қозғалысының көсемі Анкарада 76 жасында қайтыс болды. Александр Керенский, Ресейдің уақытша үкіметінің төрағасы, Нью-Йоркта 89 жасында жасарын жасап, өмірден өтті, өз ажалымен. Әлихан Бөкейхан, Алашорда ұлт кеңесінің төрағасы, Алаш көсемі, 71 жасында Мәскеудің Бутырка түрмесінде атылды. Қандай қорытынды жасаймыз, балалар? Қошке Кемеңгерұлының қазақ тарихынан кітабында Әлиханға берілген баға бар. Оны тарихшы азаматтар біледі. Үкіметтің қара қуғын жасаған күндерінде айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшін басын құрбан қылған ат төбеліндей ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулыған Әлихан. Басқа жұрттардың басшылары тырым-тырақай болып шет патшалықтарға шығып кеткенде, Әлиханның қоныс аудармай қалуы да елін сүйгендікке дәлел дейді. Елін сүйгендікке дәлел дегеннің астарында Алаш аманатына, Алаш идеясына, өзінің саяси күресіне, қоғамдық саяси қызметіне адал болғандығы. Әлихан кетіп қалса, сол заманда
Ахмет Байтұрсынұлы кетіп қалса 19-шы жылы Анкараға, Стамбулға, Парижге кетіп қалуға толық мүмкіндіктері болды олардың. Әлихан Бөкейхан Еуропаның кез келген оқымыстылармен тең дәрежеде тілдесетін бірнеше шет тілін білген. Әлихан Бөкейханның еңбектерін қарасаңыздар, 90-нан астам газет журнал оқыған Әлихан. Оның тізімін мен жаңа кітапханаға алып келдім. Кітаптарымыз көрсетеміз. Әлихан Бөкейхан шетелге кетіп қашып кеткен жоқ. Өздері кепіл ретінде қазақтың ішінде қалдырды. Қазақтың ішінде қалғаннан кейін идеяны сатқан жоқ. Содан кейінгі күрес Қазақ АССР-ның құрылуы. 20-шы жылы 26 тамызда Қазақ АССР-ның құрылуы бұл таза Әлихан бастаған алаш қайраткерлерінің қызметі. Ел астанасын Орынборға бекітіп, Ленинге декретке қол қойғызып, Қазақ АССР-ны құрғызып, шекараны межелеп, анау Челябі, Қостанай қосылып жатқанда, мына солтүстік өңірдің барлығы Сибиревкомға кетіп жатқанда, Омбыға қосылып жатқанда, мына шығыс аймағымыз, Павлодар, Семейіміздің бәрі Алтайға кетіп барып жатқанда, анау батыс өңірлеріміздің барлығы Түркменстан бола ма, Астрахан бола ма, Ресейге бөлшектеніп жатқан кезде Қазақ АССР-ның шекарасы межелеп 20-шы жылы Ленинге декретке қол қойғызғаны бұл таза алаш қайраткерлерінің қызметі. Осыны біз бүгін түсінуіміз керек, осыны біз сезінуіміз керек. Алаш қайраткерлер 19-шы жылы кетіп қалса, онда Қазақ АССР құрылмайды мына жағдайда. Бөлшек болып біз қазір Ресей Федерациясының құрамында башқұрт секілді, татар секілді бір аймақ болып қалар ма едік? Автономиялы облыс боламыз ба? Бір Құдай біледі. Міне, алаш қайраткерлерінің ең үлкен миссиясы жерді сақтап кетті. Екінші миссиясы, жаңағы айтып отырмыз ғой, 20-шы жылдан 30-шы жылға дейін жазған оқулықтары, кітаптары, көркем шығармалары, зерттеулері, танымдық еңбектері, мәдени ұйымдарды құрғаны, театрды ұйымдастырғаны, жоғарғы оқу орнын ашқаны, радионы ұйымдастырғаны, басқа да қоғамдық саяси қызметінің барлығы 20-шы жылдан 30-шы жылға дейінгі аралықта істелген. Әсіресе дүниеви қазір ғылымды қалыптастырып кеткен Сәтбаевтардың шыққаны, Марғұландардың шыққаны, Әуезовтердің шыққаны, бұлардың барлығы алаштың жемісі. Алаш қайраткерлердің барлығы шетелге қашып кетуге толық мүмкіндігі болды. Міне осыны біз қазір сезінуіміз керек. Ұлтқа қызмет істеу, елге адал қызмет істеу алаш қайраткерлерінен үйренуіміз керек. Қазіргі біз алашты жаңағы айтқандай музейдің экспонат ретінде тамашалаудың қажеттілігі жоқ. Бұл жерде алаштың ұстанымы, алаштың жолы біз үшін өте құнды жол, қасиетті жол, киелі жол. Сол жолда барлығымыз қызмет етейік, алашқа адал болайық. Мен қуанып біліп жатырмын, сіздердің мына алаш айлығын, алаш апталығын өткізейік деп қала әкімі осы мәселені қолдаған екен. Қала әкімдеріңіз енді облыс әкімі болып көтерілген екен. Міне алаштың рухы қолдап жатыр ол азаматты. Солай ғой, Нұрсұлтан апай. Сондықтан кім-кім алашқа жақын болады, оның жұлдызы жарқырайды. Алашты қолдау, тәуелсіздікті қорғау дейміз біз үнемі. Алашты қолдайық, алашқа жақын болайық. Аман болайық. Тура, бір сағат деді маған әбілет бауырым. Сағатына қарап отырмын. Болмаса жалғастыра беруге де болады. Енді көп рахмет назар қойып тыңдағандарыңызға. Мынау өте бір керемет дүние, бұның барлығы хатталады, әлеуметтік желіге салып жатсыздар. Кешеден бері мен өзім де куә болдым, көрдім. Тура мынау екінші жалпы қазақ қырғыз съезі өткен күндері, тарихи күндері осы бір дәрістер ұйымдастырылып жатыр екен. Сондықтан алашшыл болайық барлығымыз. Апай. Қайырбек аға, көптен көп рахмет. Қарағанды төріне келіп, біздің бір ауыз сөзімізге алаштың апталығында дәріс оқуға шақырғанымызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Осындай танымды, тағылымды дәріс оқып бергеніңізге, тарихи сабақтастықты көрсетіп бергеніңізге біз алғысымызды білдіреміз. Енді осы жерде өзіңіз танитын Нұрсахан Ахметқызы, және сіз айтқан өзіңіз анау Әлки Марғұлан дедіңіз, және өзіңіз Қаныш Сәтбай дедіңіз. Алаштың зиялыларынан кейін сол шәкірттері болған ең соңғы Әлки Марғұланның соңғы аспиранты Сағындық Ұбайұлы отыр мына жерде, міне тарихи сабақтастық мысалға. Сондықтан Нұрсахан Ахметқызы, өзіңіз бастап
бір-екі ауыз тілектеріңізді айтсаңыздар. Қайырбек аға, сіз отыра беріңіз. Сосын сұрақтар болатын болса, құрметті қатысушылар, сұрақтар болатын болса, сол кезеңде сұрақтарыңызды қоясыздар. Осы жерде. Қош келдің, айналайын, Қайырбек. Міне бүгін нағыз класс. Қаншама дәрістерді естіп жүрсіңдер балалар. Бүгін шындығында да нағыз ғылыми үлкен дәрісті тыңдадыңыздар. Өйткені бұл жас ғалым жаңағы айтып отырған Көкше Кемеңгер ұлының ұрпағы, немересі. Яғни жанында жүрген жақсы адамды қадірлеуді осы күннен бастап үйренсеңдер, сондай дәрісті тыңдадық. Айналайын, Қайырбек, өте жақсы дәріс. Өмір бойы 91 жылдан бастап алаш деп осы жас алаш ғылыми зерттеу клубын құрған едік. Соның ұрпақтары, осының ішінде отырған балалар военный форма кигендер болмаса, бұлардың барлығы студенттер. Бірінші, екінші, үшінші курстың студенттері. Сондықтан айналайын, сендердің өміріңде керемет бір тарихи алтын беттер болады ғой, оқу бітіргенде. Біз сонда Көкше Кемеңгер ұлының немересінің дәрісін тыңдадық деп. Ол дәрісті жаңа көрдіңіздер ғой, алаш деген сөзін. Бұл не нәрсе екен деп ойлап жүрсеңдер, енді түсіндір. Алаш деген қазақтың тәуелсіз елді сақтап қалудың стратегиясы мен тактикасын көрсеткен жол картасы, бағдарламасы. Сол жолмен жүрген болса, ешқандай мемлекеттің қателігі болмайды. Жаңа Қайырбектің лекциясынан көрдіңдер, алаш қандай, алаш деген сөзде қаншама ассоциация туатын. Мен ойлаймын, бүгін халықаралық әлемде де алаш деген сөз Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымының ортасындағы танылған дүниесі де бұл алаштың арманы болатын. Міне сондықтан кереметтей дәріс, өзім студент болған сияқты тыңдап отырдым. Оның үстіне осы проблеманы кішкене аздап зерттеп жүргеннен кейін мен үшін алаштың тұлғасы шіркін арман болып баратыр. Сол алаштың тұлғасы менен бүгінгі балалар өмір сүретін болса, анау таксиде бар ғой, көрсетіп тұратын, жолды көрсетіп тұратын аппарат қалай аталады таксидің ішінде? Навигатор ғой, иә. Алаштың идеясы навигатор, тәуелсіздікті сақтаудың, қателік жібермеудің навигаторы. Сол навигаторды дұрыстап жүретіндей сендер ұрпақ сіздер болыңыздар. Ел қорғауда мықты навигатор, сөзді содан табасыңдар. Ғылым алуда содан табасыңдар. Мысалы, компас болмаса адасасыз ғой, иә. Ал мен ойлар едім, қазіргі тілмен айтқанда, ол нағыз компас алаштың идеясы, олардың рухани мұрасы. Биылғы Ахмет Байтұрсынның 150 жылдығында біздің тарих факультетінде осы жерде алаштың мықтылары дәріс оқыған, соның бірі жаңағы айтып тұрған Жайық Бектұров атамыз еді. Жайық Бектұровпен бірге болып, Жайық Бектұров және отандық тарих деген бір аздаған мақала жазған кезінде. Ол кісінің дәрісін тыңдау, немесе әңгімесін тыңдаудың өзі керемет. Бір күні Қайырбек, неге бардың? Мынау біздің Қарағандыда үлкен бір не бар, комплекс бар, космонавтар деген ресторан ба, білмеймін. Соны салып атқанда сейфқа кіретін мемлекеттердің совещаниясы осы Қарағандыда болды. Біздің атақты жаңағы тарихшымыз, ұстазымыз Кали Жуаш мені Жайық Бектұровты шақырып келді, үйіне жіберді. Қасымда бір қыз бар. Бірінші рет Жайық Бектұров сияқты нағыз интеллигент, ақсүйек адамды мен сонда көрдім. Сол кісіге барғанда осылай біз өткізейік деп жатырмыз. Оған Абайдың қара сөздерін түгел солардың тілін аудардық, венгер тіліне, чех тілін аудардық дедім. Дұрыс, сен же қай елдің баласы? Мен Жетісудың баласы. Сен Жетісуды өзің тарихыңды білесің ба? Мен өзімше шамам келгенше бірдеңені айтып жатсам, жоқ, сен Мұхамеджанды қоя тұр. Сенің еліңде Барлыбекті білесің ба деді. Сөйтіп ол кісіден мен ең бірінші сонау 80 жылдардың басында Барлыбек Сырттанов туралы сонда айтады да жан-жағына қарайды ана кісі. Сөйтсем ол кісі соның барлығын қудалаудан содан қорыққан адам екен. Жайық Бектұровтың сөйлеген кезінде тірі энциклопедия еді. Кеше ғана мынау Әлихан Бөкейхан ауданының бір жылдығында бір Тұңғышбай деген ауылдың өлкетанушы ағамыз кішкене кино шығарып енді жиналысын. Сол киноның ішіндегі өте құндысы Жайық Бектұровтың сөзі болды. 89 жылы индустриальный Қарағандыға мынандай мақала жазып едім деп сол газетті қолын ұстап тұр. Сонан кейін бүгінгі естігенім Жайық Бектұровтың Көкше Кемеңгердің ұрпағын іздеп жүру дегеніңіз балалар. Ол ерлік.
86 жыл іздеу дегеніңіз ол ерлік. 86-ның зардабын шеккендердің бірі осы жерде бармыз, біразымыз. Ол жұмыстан шыға жаздағанбыз. Қазақтың баласына 5 қойғаның үшін. Міне сол кезде көкшенің ұрпағын іздеп жүру дегеніңіз, балалар, шындығында бұл анау амбразураға басын салу деген сөз ғой. Міне сол туралы ақпаратты беру. Нағыз ғылыми, теориялық, тұжырымдамалық, практикалық мәні бар. Бүгінгі күнмен байланыстырып, сода 100 жыл, 50 жыл бұрынғы Ахметті бүгінгі күні тірілтіп, оның мәңгі өлмейтіндігін дәлелдеген дәрістерді осылай тыңдау керек, балалар. Сізге көп-көп рахмет. Айналайын, қайда жүрсен жолың болсын. Мен сен келеді дегеніне дегендеп, осы келгенде, өйткені екеуміз сондай бір жақынбыз, менің жас достарым. О жақта кім бар жаңағы? Сағынбай Ботбайұлы бар. Айналайын, сендер осындай шәкірттерді тәрбиелеу. Біздің заманымыз өткен заман, сіздің замандарыңыз жеткен заман. Сондықтан Алашты өлмейтініне мен сенемін. Көп-көп рахмет, айналайын. Көп рахмет. Жас тілек деген Жас азамат газетінде шыққан, Жас азамат газетінде шыққан сөз бар. Жаңа Қошке Кемеңгерұлы айтып жатырсыз ғой. Сол жерде айтады, жас азаматтың үстіне ауыр жүк салып отыр заман. Қоғамдасып, қолтықтасып, күш беріп, ауыр жүкті тиісті орнына жеткізу, орналастыру. Бұл жастардың басты міндеті. Әлихан Бөкейханнан қалған сөз бар. Мына әр буын өзінің мойнына жүктелген жүкті кейінгі ұрпаққа салмай жеткізу сол буынның міндеті дейді Әлихан Бөкейхан. Нұрсалхан апайларымыз, ағаларымыз осы Қарағанды топырағында ұлтшыл, елшіл азаматтар тәрбиеледі. Соның бір жарқын мысалы жаңағы ел азаматтары, министрлер шығып жатыр ғой. Ал енді біз сіздерге Алаштан дәріс оқып жатсақ, сіздерді ары қарай сол игі жолды, ізгілікті жолды жалғастыра беріңіздер. Аман болыңыздар. Көп рахмет. Осы дәрісті ұйымдастырған, әділет бастаған бауырымызға, факультеттің деканына жаңа көрдік. Амандық болсын енді. Рахмет тағы да. Ал құрметті қатысушылар, дәрісті тыңдаушылар, біздің студенттер, магистранттар, осы жерде сұрақтарыңыз болатын болса, Қайырбек ағамызға, қолымызға түспейтін алтын ағамыз сіздердің алдарыңызда белгілі ғалым келіп отыр. Сұрақтарыңыз болатын болса, сұрақ бар ма екен? Жақсы, сұрақ болмаса, тілектеріңіз бар ма? Жақсы, ендеше. Ал енді бір ағамызбенен естелікке бір фотоға түсейік. Түскісі келген адамдар әрине, біз ешкімді қинамаймыз. Келіңіздер, көп рахмет сізге, Қайырбек аға. Енді фотоны алдады да, жақсылап тұр. Ел қорғаны. Сіздер артына шығып кеттіңіздер қазір, фотоға түсетін адамдар. Тоқтатайық.